Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сметанник әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, қант салып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне жұмсартылған сары майды қосып, крошка жасаймыз. Енді жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды міндетті түрде тоңазғышқа кемінде 1 сағатқа қоямыз. Енді сметанниктің салмасын әзірлейміз. Ол үшін қаймаққа қант, жұмыртқа салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мен сонымен қатар сливки қостым, бірақ қоспасаңыздар да болады. Сметанникке міндетті түрде жүгері, крахмалын қосу қажет. 1 сағат өткен соң тоңазғыштан қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей етіп жұқалап жаямыз. Сметанник пісіретін формаға жайып, артық қамырын кесіп алып тастап, начинкамызды құямыз. Сметанникті қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 25 минут пісіреміз. Осымен біздің сметаннигіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.